Көп жағдайда бізде дайректте сіздер сұрайсыздар, лямбляны немен анықтаған дұрыс, қаннан тапсырған дұрыс па, әлде қалдан анықтаған дұрыс па деп. Көбінесе мен өзім пациенттеріме лямблиозды анықтау үшін қаннан тапсыруға кеңес берем. Және қан арқылы тапсыратын алдында пациент міндетті түрде арнайы дайындықтан өту керек. Яғни 3 күн алдын біз пациенттерге арнайы противопаразитарный препарат береміз. Соны ішкеннен кейін, 3 күннен кейін барып тапсырады. Сол кезде біз қанда нақты түрде лямблия бар ма, жоқ па, оны анықтаймыз. Не үшін капрограммада, яғни қалдан тапсыру не информативно? Потому что көп жағдайда лаборанттар үлкен полностью қалды тексермеуі мүмкін. Яғни қалдың белгілі бір жерінен ғана биоматериалды алып қана тексерген кезде ол жерде ол лямблиоздың жұмыртқаларын ол көрмей қалған. Лямблияға анықтау барысында қаннан тапсырған дұрысырақ болады. Және де көп жағдайда қаннан да анықталмайтындай мүмкіндік болады, бірақ пациенттерде симптомдар болады. Әсіресе кімде өтте застой, өтте тас, ондай адамдардың 60-70%-інде лямблия міндетті түрде анықталады. Сондықтан клиника мен анализдің екеуін қоса отырып біз арнайы диагноз қоямыз. Міндетті түрде пациенттің жағдайына, оның клиникасына, оның шағымдарына, УЗИ-дің қорытындысына және де басқа да анализдерінің сәйкестендіре отырып біз ортақ бір диагноз шығарамыз. Болады, бірақ именно қандай паразиттерін анықтау үшін біз арнайы общий паразитарный профильге анализ тапсырсамыз.